теміржол тармағының солтүстігінде жоспарланып отыр. Бірінші кезекте 2030 жылға дейін құрылыс саяжай шағын ауданы аумағында және ипподром шағын ауданының солтүстігіндегі аумақта басталады. Ең алдымен бұл жерде су үйіндісі жойылып, жерді рекультивациялау жүргізіледі. Бірінші кезекте қажетті аумақ 140 гектар. Ең есептің тұрғын үйлерді үшін жиынтығында шамамен 387 гектар аумақ қажет болады. Барлық жобалық кезең ішінде 670 мың шаршы метрден астам тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Және де жаңа білім беру және денсаулық сақтау объектілеріне келетін болсақ, кенттің орталығында 3 қолданыстағы мектеп, 110 мектеп, лицей, 163 мектеп, орта мектебі, 286 орта мектеп, сібір жарасы көмілген орынның санитариялық қорғау аумағында орналасуына байланысты алдағы уақытта жабылатын болады. Оның орнына солтүстік ауданда 2100 орындық 3 жаңа мектеп және әрқайсысы 320 орындық 3 балабақша салынады. 250 төсек орынға арналған жаңа көпсалалы аурухана қауіпсіз жерде бой көтереді. Өндірістік аймақтарға келетін болсақ, барлық өндірістік және өнеркәсіптік объектілер кенттің оңтүстік шығыс бөлігінде арнайы бөлінген аймақта тұрғын орамдар және су айдындарына алыс жерде шоғырланады. Өзендер мен көлдердің су қорғау аймақтарында жаңа зауыттар мен кәсіпорындар салынбайды. Жолдар мен көліктерге келетін болсақ, кенттің 3 тұрғын ауданының теміржол желілерімен арқылы өтетін көлік жаяу жүргінші өткелдері бар негізгі көшелер жүйесімен байланыстырылатын болады. Көше жол жүйесінің жалпы ұзындығы 193 шақырым болады. Төртінші тақырыпқа келетін болсақ, табиғатқа қалай әсер етеді және бұл үшін не қарастырылды дегенге келетін болсақ, кез келген ауа даму жоспарының іске асыру табиғатқа белгілі бір жүктеме түсіреді. Біз бұл туралы ашық айтуға және осы жүктемені азайту үшін қандай шаралар қарастырылғанын көрсетуге міндеттіміз. Шаң және техникадан шығатын шығындылары мен бұл уақытша әрі болмай қоймайтын құбылыс. Біз не істейміз? Жаңа кәсіпорындарда тек санитариялық қауіптілігі 4-ші және 5-ші классқа жататын, яғни зияны ең төмен индустрия ретінде орналастыруға ғана рұқсат етіледі. Олардың барлығы үшін шығындыларға міндетті түрде есеп жүргізіледі. Тұрғын үйлерді газбен жылытуға көшіру пештерді шығатын шығындыларды азайтады. Жасыл аймаққа едәуір кеңейту ауа сапасын жақсартады. Су басты басымдылық. Бұл жоба кенттің бүкіл аумағында орталықтандырылған кәріз жүйесін салу ұсынылады. Солтүстік батыс бөлігінде толық биологиялық тазарту жүйесі бар кәріздік тазарту құрылыстары тұрғызылады. Тазартылған су жасыл желектерді суаруға пайдаланатын болады. Сырдария су қорғау белдеуі үшін мұндай аймақтар алғаш рет белгіленеді. Бұл аймақтарда бірде-бір өнеркәсіптік объект орналасқан. Қоқысқа келетін болсақ, кентте 50 қашықтағы рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісі жойылып, жер рекультивацияланады. Кенттен 7 шақырым жерде қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған ресми полигон салынады. Қалдықтарды бөлек жинау және ұйымдасқан түрде шығару жүйесі енгізіледі. Жасыл желек және рекреацияға келетін болсақ, аумақтан бір бөлігі игерілетініне қарамастан кенттегі саябақтар, скверлер және шалғынды саябақтар аумағы едәуір ұлғаяды. Жасыл көл, Берік көл және Теріскөл көлдерінің реакциялық және емдік әлеуеті сақталып, дамытылады. Бұл біздің бәсекелік арақашықтығымызды әрі бүкіл аудан үшін ресурс болып табылады. Тұрғындардың денсаулығына келетін болсақ, осы шаралардың барлығының жиынтық әсері санитариялық жағдайдың жақсаруы, инфекциялық қауіптердің төмендеуі, қауіпті объектілердің тұрғын аймақтардың шығарылуы, өмір сүру жағдайы қауіпсізірек болады. Және де қорытындылай келетін болсақ, құрметті тұрғындар, қорытынды жасауға рұқсат етіңіздер. Ұсынылып отырған бас жоспар бұл болашақ құрылыстың жай ғана сызбасы емес, бұл жинақталған мәселелердің бір мезгілде шешу және жаңғырғанның келесі ұрпағы үшін лайықты өмір сүру жағдайларын қалыптастыратын іс-қимыл бағдарламасы. Барлық көзделген табиғатты қорғау шаралары орындалған жағдайда жоспарды іске асыру келесіде мүмкіндік береді. Өмір сапасын жақсарту, экология жағдайын сауықтыру, қауіпсіздік қамтамасыз ету, табиғи әлеуетті сақтау деген секілді нәрселерді қамтамасыз ете аламыз. Және де сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоя берсеңіздер болады. Баяндама аяқталды. Құрметті қатысушылар,
Енді мына баяндамадан бойынша мен қысқаша жалпылай бүйтіп айтып кетейін докладта. Жалпы баяндамады тыңдап жатқан болсаңыздар, қазір камера қосылған ма? Көп сын ескертпелер бар екенін көрсетіп тұр, иә. Яғни бізде сибирский язмын ошағы бар. Айтып отыр, 286 мектеп, 110 мектеп, 163 мектептер. Сонымен қатар тұрғын үй аймақтары сибирский язмын ошағына кірген. Мен былай қысқаша айтайын, бұрындары заң талаптары, яғни біздің қалаға олар генпландар госэкспертизадан бекітіліп жатпайтын, міндетті емес еді. Сондықтан жергілікті атқарушы орган генплан жасайды, проектөршісі жасайды, жергілікті атқарушы органдар бекітеді, солай кете берген. Қазір заңға өзгерді, 2025-тің генпландағы даму сызбаларда госэкспертиза өтетін болды. Ал енді ол госэкспертиза өткен соң ол жерде барлық заң нормалары талап етіледі. Ал ол жерлерде санитария 1 километр ешқандай құрылыс объект түспеу керек. Полигондар 1 километр жерде, яғни қоқыс тастайтын полигон, зираттар, действующий зираттар болса, яғни жұмыс жасап адам жерлеп жатқан, жұмыс жасап тұрған зират болса, 300 метр кемі тұрғын үй аймағынан алыс болу керек деген мәселелер санитар нормада талаптарында бар. Ал енді оны қазір бұрындар генпландар қазір экспертизаға бізде аз емес. Мынау Шанхай өңірінде, Қожамықтың азында зираттар бар. Яғни ол жерде 300 метр сақталмаған аймақтар бар. Сонымен қатар Сібір жарасын білесіздер. Көшесінде 80-нің бер жағында, 70-ші жылдың бер жағында ошағы анықталған бар деп орналасқан, бірақ өкінішке орай ол жерде негізінде ошағы анықталмаған, бірақ жара сонымен ауырған адам белгіленген, бірақ реестрге солай енгізіліп кеткендіктен оның реестрге алу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан бізде жобалаушылар 1 километр радиус сақтап отыр. Яғни Құрманғазы көшесінде бір адресте бар, Сібір жарасы ошағы, оның радиусында докладта айтып кеткендей бірнеше әлеуметтік нысандар, мектептер кіріп кеткен. Бұл жерлерге келешек көшіріледі, келешек мектептер басқа жерге салынады деп докладта баяндалып жатыр. Яғни жаңа ашылайын деп жатқан Қаратау аймағы бар ғой, Шалқия трассасының сол жақ қапталында микрорайондар, саяжайдың ар жағында екінші саяжай микрорайондары ашылады. Соларға қайтадан мектептер салына бастайды. Мына жердегі тұрғындар келешек салып қойды, оны қазір көшіріп немесе бұзып тастай алмаймыз, бірақ келешек бұл жерлердің развитие болмайды. Ол санитар норманың талабы. Яғни мектептерді келешек ашылғаннан кейін сояққа көшірілу керек. Тұрғындарды баласы, немересі келешек үйді ол аймақтан емес, тыс аймақтан салу керек. Жалпы ол жерлердің развитие болмау керек. Өкінішке орай ол бізде жаңылған қонысы бұрыннан бар. Сібір жарасы кейін белгілі болды ғой. Бұл жерге қанша ел отырып болғаннан кейін бәрін қарастырып жатырмыз. Не үшін жалпы жабылады деген сияқты вопросы тумасын деп айтып жатырмын. Ол келешектің еншісінде. Бұл хаттама бекітілді, тапсырма берілді. Сол 5 жылдық, 10 жылдық тәртіппен көшіріледі. Уже алдағы уақытта зират жабылғаннан кейін 100 метр қашық болады, санитар нормаға сәйкес радиусы. Зираттан 100 метрге дейін тұрғын үй болмау керек. Яғни кейбір зираттар жабылды, жабылғанға сәйкес 100 метрге қысқарды. Ал енді 100 метрге кіріп тұрған үйлер болса, олардың міндетті түрде алдағы уақытта тыс жерге санитар норма талаптарынан сақтай отырып тыс жерге көшіріледі. Яғни тұрған үйде бүгін 3 жерде отырсаңыз, келешек көшірілу керек. Сол талаптардың бәрі ескерілді. Енді бұл жерде айтып кететін тағы не, жаңағы мына жерде канал өтіп жатыр, бізде білесіз, Жашыгүлге құятын канал Сырдариядан бөлінеді. Қорған-Тоғай,
орталық базарының атымен Шанхай деп айтып алып кеткен микрорайон бар. Ол 35 метр болу керек. Ол талаптарды енгізді. Яғни 35 метрге дейін үйлер, жерлер берілмейді. Ал беріліп кеткен жерлер, оларда соответственно, графикке сәйкес жүріледі. Темір жолдардың қорғау аймағы бар. Былай айтқанда, жалпы айтқанда, барлық санитарлық нормалар осы жобада көзделді. Жаңа докладта да айтып кетті қысқаша. Қоршаған ортаны қорғау санитарлық заңдардың бәрі енді осыған байланысты докладқа түсін берсеңіздер қойсаңыздар болады. Иә, иә. Енді